Қымбатты достар, бизнес бастағыңыз келсе, жағымды жаңалықтар мен дер кезінде хабардар болғыңыз келсе, арнамызға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінде дәстүрлі медицинадан бөлек халық еміне жүгінетіндердің қарасы көп. Дертіне дауа іздегендердің басым бөлігі халық емшілеріне алғыстарын жаудырып та жүр. Көпшіліктің алғысын арқалаған емшінің бірі шымкенттік халық емшісі Амалбек Серқұлов. Жылан емші деген атпен танылған емшіге бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінен келіп емделуде. Жыланның сорпасы мен тұнбасы талай дертке дауа көрінеді. Дәл осы емдік қасиеті мол өнімдерді дайындап жеткізіп беру қызметі де жолға қойылған. Мынау кәдімгі өзіміздің қазақтың көлбар жыланы. Осы көлбар жыланды орысшасына удавчик дейді. Удавчик дегені песчаный удавчик, степной удавчик, горный удавчик, сондай аттары бар. Удавовый. Бұл өзінің олжасыны буып өлдіріп, кейін жұтады. Бірақ шақса, адамдарды шақса, адам өлмейді оның уынан. Бірақ жара болып, не болып, қандай шаққан жерлері не болса, неде отравлениядан не қылуы мүмкін шаққан жерлері. Бірақ адам ядовитый змеяға кірмейді бұл. Көлбар жылан деп айтылады міне. Енді басы мен аяқ жағы почти бірдей. Енді бұның да түрлері көп болады. Бұл основной Ауғанстан, Тәжікстан, Өзбекстан, өзіміздің Қазақстанның Шардара, Жетісай, Шарапхана, не жақтарда көп болады. Өзбекстанның Жизақ аудандары да көп болады осы. Өзіміздің Қазақстанның Шымкент облыстарында болады. Енді ояғы Тараз, Алматы жақтарда, Таразда кездесуі мүмкін, бірақ Алматы жақтарда болмайды. Жылы жерде болады. Осыны біздің халқымыз ұстап, сойып, кептіріп, талқан қылып жейді, қайнатып, сорпа қылып ішеді. Соның несіне адамдар аурудан аяғады, суығы кетеді, қаналанысы жақсы болады. Обыр аурулары дейді, онкологический ауруларға көп ішеді бұны. Енді қазір баяғыда көп болған, қазір жылдан жылға азайып кетіп жатыр. Қызыл кітапқа жазылған нәрсе бұл. Бұны енді бекерден бекер ұрып өлдіріп, нағым өкір емдікке істетсе болады. Біздер енді өзіміздің емшіміз, сертификатымыз бар. Осы сертификатымыз бойынша халықты емдейміз. Онкологический ауруларға сорпа қылып, осы Қазақстанның любой жеріне жібереміз. Осыған қосып, кірпі, таспаға араластырып пісіреміз. Енді осының емдік қасиеттері сондай. Суықты алады, қан айланын дұрыстайды, инфекцияны өлдіреді, вирусты өлдіреді, мынау иммунитетті көтереді, онкологический ауруларға ем, жараларға ем, ішқұрыстағы асқазан жараларына ем. Организмде енді зат алмасуы туырлайды. Енді көп заттарға, көп ауруларға ем. Бұны енді қайсы біріні айтып нағыламайсын. Адамдар қазір бәрі УЗИға түседі да, өзінің диагнозын өзі біледі. Мынандайға ем ба, мынандайға ем ба деп сұрай береді. Бірақ бүткіл денеге ем. Ешкімге зияны жоқ. Шақалақта ішсе болады, үлкен адамдарда, қарияларда ішсе бола береді. Ешбір ауруға зияны жоқ. Кесе несі жоқ. Енді адамдар бірі ішеді жазылмадым дейді, біреу жазылдым дейді, біреу жақсы болып кеттім дейді. Бұл халық енді. Халыққа әр біреуіне енді оның біреу бір-ақ рет ішеді. Бұл арзан емес, қымбат тұрады бұлар. Қымбат болғаннан кейін пәлен ақшаға алдым дейді да, жазылмады дейді, бір рет ішеді, екі рет ішеді. Любой ауруды өз уақытында ертерақ әрекет қылу керек. Ертерақ адам ішсе, енді басталған кезде адам жақсы болады. Өтіп кеткеннен кейін қиын емдеуге. Сонда да көмегі тиеді, өмірін ұзайтады. Адамдар пәлен ақшаға алдым, жазылмады, пайдасы жоқ деп айтады біреулер. Бірақ біреулер ішіп жақсы болып кеткендер көп. Міне мен өзім 15 жылдан бері жылан сатам, емшімін, пісіріп берем. Сол көп адамдар әйтеуір жақсы болып кетіп жатыр. Қазақстанның любой жеріне пойызбен, автобуспен жібереміз. Пісіріп, дайындап, келу шарт емес, үйінде жатып іше береді.
Емшінің дәрілік шөптер мен жылан, кірпі, тасбақадан емдік тұнба дайындауға рұқсат берілген арнайы сертификаттары бар. Таза табиғи жолмен жасалатын өнімдеріне сұраныс та көп. Түсі суық болғанымен өнімі қымбат жылан уынан тұнба дайындау да оңай шаруа емес. Аса улы жыланның өнімі де тым қымбат тұрады. Оны сатып алып, түрлі қоспалар қосып, тұнбаны емші өзі дайындайды. Жылан сорпасы да арзан емес. Көп адамны неден ютубтан, интернеттен көріп жатырмыз. Осы емшілердің сертификаты жоқ, медицина оқымаған деп айтады. Мейлі медицинаны бітірмесек те, Ташмина или Қазақстан медицина институтын бітірмесек те, бұлайша Өзбекстаннан көшіп келіп, Өзбекстанда жүріп, Өзбекстанда көп нәрсені үйрендік. Қазақстанға көшіп келгенге де бір 15 жыл болып қалды. 15 жылдан бері осы Қазақстанның гражданствосын алып, Қазақстан өзіміздің қандастардың алдына келіп, сертификаттарымыз бар. Тапсырғамыз тест. Сертификаттар сертификатта жазылған барлығы. Қандай нелермен емдеу, жыланмен, арамен, сүлікпен, барлығы бар. Кірпішешен, тасбақамен, шөптәрімен емдеу, барлық сертификат бар. Екіншісі, уларымен емдеу, бәрі қайтып емдеу. Солардан бәрі дәрі жасаймыз, тұнба қыламыз. Сертификаттарымыз бар. Бәрі қанандайларымыз бар. Барлық сертификаттар жазылған бәрі. Организациямыз Алматыда. Алматаның осы Сақтар медицина орталығының филиалында, Шымкент филиалында регистрация қылынғанбыз. Енді бұлардың бәрі қағаз. Енді жыланның уынан настойкалар шығарамыз. Жақырақ әкеп көрсеттім, жыланның уынан. Таза юрза дейтін жыланның уынан істейміз. Улы жыландардан алып істейміз. Көлбар жыланнан емес, улы жыланнан алып істейміз. Осы талқандарынан істейміз. Талқандарынан істейміз. Осыларды адамларға заводской жауылған, тап-таза медицинский немен жауамыз. Ешқандай несі жоқ. Заводской медицинский стекломен, янтарный стекломен жауып, заводской жауып береміз. Таза барлығы. Сорпасында баклажкаларға заводской қылып жауып жібереміз. Осыны жыланның уынан, талқанынан, шөптер қосамыз басқа, тағы бір-екі нәрсе қосып, бұның рецептін енді түсіндіріп болғанша уақыт өтеді. Оны әрбір адамның өзінің несі болады, істеу жолы болады. Соны істеп шығарып, адамдарға жібереміз. Енді бұның бәрін сатып алғаннан бері кейін бұның нелері, қоспалары қымбат. Жыланның уы да қымбат. Содан қымбат болады. Адамдар енді алып ішеді, қымбат екен ғой дейді. Енді дұрыс қой, енді сатып алып, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстаннан улы жыландарды әкеп сатамыз. Солардан аламыз. Содан кейін қымбат есептеледі бұл. Арзан, біреулер айтады, осындай пәлен ақшаға аламыз, пәлен не дейді. Дұрыс қой, енді басында енді арзан болса болмайды. Улы жыландар қымбат жүреді барлық жерде. 1 грамм удың өзі $2000 тұрады. 1 грамм удың өзі. Содан алып, қосып істейміз осыны. Оның сорпасы да, тоже улы жыланнан қылған сорпалар да қымбат тұрады. Көлбар жыланның сорпаларын 40-50 мыңнан сатамыз, 60 мыңнан сатамыз. Улы жыланның сорпаларын 100 мың, 150 мың, 200 мыңға дейін сатамыз. Осы комплект настойкасын. Оның бәрі адамдар ойлар қымбат дейді. Қымбат болса, оны әкеп, расход қылып, таможнясы бар, басқа мемлекеттен әкеп, өсіп істеп сатамыз. Енді пайдасы тисін дейміз халыққа. Ауруынан айықсын дейміз осы. Ең основной осы іш құрылыс аурулары, онкологический аурулары, адам денесіндегі суық, зат алмасу бәрін туырлау керек. Қазір иммунитет күшті болса, адамдар ауырмайды. Қазір иммунитетке бола ішеді бұның бәрін. Жас балалар да ішіп жатыр. 4 жасар балаға жіберіп жатырмыз. Шалдары, кемпірлер ішіп жатыр. Ертерек алып ішкізсе бәрі айтады, 4-ші стадия, 3-ші стадиямен обращаться қылады. Қанша ертерек ішсе, пайдасы тие береді. Ол өкіметтің дәрісімен қосып іше берсін. Дұрыс, енді медиктер не пайдасы бар, ішпеңдер, емшілерге обращаться қылмаңдар дейді. Біз айтамыз, медиктерге обращаться қылыңдар, қосып мынандай іше беріңдер. Халық емі ғой бұл. Адамдарға айтамыз, осы денені сусыздандырмаңдар, су ішіңдер, тұзды жеңдер, май жеңдер дейміз.
Олар медиктерменді сөйтіп қояды, өздері фильтрация қояды, басқа қылады. Бірақ тұздан не қылып қалады? Суды қайнатып ішеді, фильтрдан ішеді. А суда хлор бар, ондай дейді. Ол кәдімгі естественный су. Дене сусызданады да, иммунитет түсіп кетеді. Солардың бәрін түсіндіріп айтамыз. Қандай тамақ жеу, қандай не жеу, осыларды қосып ішуге. Аса улы жыландардың қатарына жататын гюрза, кобраның уынан жасалған тұнба аса қатерлі ауруларға ем. Гюрзаның тұнбасы 25 000 теңге тұрады. Бағанағы жыландарды көрсеттім. Көлбар жыланның несінен сорпа қылып, настойка қылып, талқандардан настойка қыламыз. Настойка сөзі орысша, қазақша енді қайнатпай дейсіздер ма, тұнба дейсіздер ма, басқа деп айтсаңыздар болады енді. Міне енді солардың ішінде мына настойкалардың түрі көп, 4 түрлі, 5 түрлі настойка шығарам. Мына енді біріншіден алайын, мына жыланның уынан енді қоспасы бар, қосылатын, міне жақсылап әкелсеңіз, міне гюрза, змеиный яд дейді. Настойка из змеиного яда дейді. Жыланның уынан қылынған настойка. Енді чистый жыланның уы бар, бірақ қоспасымен қылынады. Құр жыланның уыны адамға шприцпен саса өледі. Құр жыланның уыны ішсе адам өледі. Соған қоспа қылып салады. Жыланның уыны өзіміз улы жыландардан аламыз. Керек болса әкелеміз, сөйтіп нағыламыз, жыланның уы. Мыналарда тоже жыланның уы қосылып талқандарынан қылынады міне. Әртүрлі неде формада қыламыз да, мына жыланның несінен. Қазіргі адамдарға иммунитетін көтеру үшін, міне жөтел, пөтел, вирус, басқа бәріне ішсе болады бұны. Онкологический аурулардың бәріне ішсе болады міне. Түрлері мынау. Енді бұлардың ценасына келсек, бұлар 3 түрлі, 4 түрлі ценада болады. Ең қымбаты мына жыланның уы. Міне жыланның уы 20-25 мыңға барады мына біреуінің өзі жыланның уы. А мыналар 5 мыңнан 10 мыңға дейін барады. Міне жыланның талқандары қосылған. Міне кішкентайлары бар 10-15 мың. Мынау нелері бар, қоспаларымен қымбатта бұны. Сол әртүрлі де енді общий ағанда 5 мыңнан 25 мыңға дейін деп айтсаңыз болады. Соны енді жыланның сорпасымен қосып, осыны қосып береміз. Жыланның сорпасымен қосып, бағанағы ценалар 60 мың, 120 мың, 200 мыңға дейін апарып, доставкамен Қазақстан любой жеріне пойызбен жеткізіп береміз. Алып ішіп атқандар көп, біреулері айығып кетіп жатыр, кеш бастағандар сәл көмегі тиіп жатыр, өмірі ұзайып жатыр. Ерте бастағандар жыланның уынан жақсы болып кетіп жатыр. Мына осы жыланның уы, міне таза гюрза дейтін жыланның уы. Бұл уыны өте қымбат тұрғаннан кейін осы жыланның уыны. Енді жыланның уколынан укол самаймыз қазірше, бірақ осы ішіп шақалақтарға да, үлкендерге де бола береді. Шақалақтар жарты чайный ложка, 3-4 жастағыларға 1 чайный ложкаға жетпей ішеді. Талайлардың дертіне ем болған жылан сорпасын дайындау да оңай шаруа емес. Оны жақсылап тазалап, барынша ұзақ қайнатады. Емдік қасиетін күшейту үшін оған тасбақаның, кірпінің етін де қосады. Міне енді бағанағы көрермендер, мына бағанағы жыланды көрсеттім. Енді оны сойып, дайындап, шек-шабағын алып, мұны қазанға салып, қайнатып жатырмыз. Сіздер енді сойғанын көрсету, ол болмайды енді. Біреулер жеркенеді, басқа қылады. Ішін тазалау, оның іштегі нәрселерді таза қылып жуамыз да, кейін міне соны әкеліп, міне жақынырақ әкеліп міне көрсек. Міне сол осы бағанағы көлбар жылан міне. Көлбар жылан міне. Міне көлбар жылан. Міне осы көлбар жылан міне. Оралып жатыр ғой міне. Қайнап жатыр міне. Көлбар жылан. Көлбар жылан сорпасы енді қазір қайнап жатыр міне көлбар жылан. Осы көлбар жыланға қосып, сіз айтқандай бағанағы түсіндіргенімдей, тасбақаны қосып қайнатамыз. Мына тасбақа міне.
Көлбар жыланның жанында міне екеуі бірге. Тасбақа міне өзіміздің Қазақстанның тасбақасы. Міне енді адамдар кірпішешенді қосамыз міне. Мына кірпішешен міне. Міне кірпішешен міне. Ол да кішкентай болады міне. Кірпішешеннің аяқтары, тасбақаның міне аяқтары, жыланның міне өзі міне. Үшеуінің сорпасын араластырып, енді міне сорпаға қараң. Міне сорпаны көріңіз. Міне сорпа кәдімгі сап-сары сорпа. Tavukun sorpasına, balıktın sorpasına kusap getirdi mine. Şimdi iştenge yok, taptaza mine. Osunu қазір емделіп атқандарға ішіп атқанын көресіздер. Енді тұзды қосып ішеді. Түзге апарып тұз салып керегінше. Жылан емші атты лақап аты бар Амалбек Серқұловқа келіп, емделіп дертіне дауа тапқан жандар өте көп. Солардың бірі Атыраудан келген емделуші Нұржамал Омар. Бірнеше диагнозы бар Нұржамал ханым жылан сорпасының қасиеті керемет екенін айтады. Емделіп қайтадан анализ тапсырғанда дәрігерлердің өзі таң қалыпты. Өзімді танысып беретін болсам, атым Нұржамал Омар есімбай қызы. Атырау қаласынан келген, мен былтыр жылы келдім. Енді келгенде, ояқтан келгенде менде диагнозым остро-хронический язва. Язва желудка, 12 перистемический. Енді оған қоса сахарный диабет, риска деп қайта-қайта айтып жатыр. Оған қоса давлением высокий, жоғарғы давлениеда. Енді адам боласы болғасын, бір ауру басталса, бірін-бірі сүйреп кете береді ғой, біресе ана жерін кетеді, біресе мына жерін кетеді. Енді бастысы жаңағы жаман ауруға жалғасып кетпес деп, енді көбіне язваға мән беремін. Сол желудкама емдеуге мән беріп, сосын осындай хабарды естіп, осында Шымкентке келгеннен кейін жолдасым да осындай емделген екен, белін емдеп 180-дей аралдым, сен сол кісіге барып емделеді ғой. Содан бері, былтырдан бері мен осы кісіден осы жыланның сорпасын ішем, араға шағылам, сөйтіп емделіп жүрмін. Қазіргі жағдайым жақсы. Енді өткенде эндокринологқа барғам, олар айтады, қазіргі сіздің жағдайыңыз жақсы деді. Бұрын емі жоқ деп саналып келген онкологиялық ауруларды да жылан сорпасымен емдеуге болады. Әрине ауру ерте анықталған кезде келсе, пайдасы да көп болмақ. Рактан жазылған жігіттің хикаятын емші өзі айтып берді. Таспаға араға шақтырып емделгендер, мына енді неше жылдан бері осы Шымкент қаласында емші болып істейміз. Енді телевизорды көрсеңіз де, ютубты көрсеңіз, жылан емші деп жазсаңыз шығады. Мына Ақтау қаласынан бір жігіт келіп, Оңғар дейтін жігіт, осы 2 рет асқазанына операция қылып, жаман ауру болып, үйге көтеріп әкелгенде, сол жігітті мына өзінің ауруынан айығып, қазір 100 кило 4 баланың әкесі КамАЗ Хова айдап жүр, бала шағасын бағып. Енді бір күнде адам емделмейді, бір күнде бір кесе жылан сорпасын ішіп адам жазылмайды, көбірек ішіп, көбірек күтінуге. Әрине, басты байлық денсаулықты дерттен ада ету үшін де әркім әртүрлі жолын іздейді. Дәстүрлі медицина болсын, халық емі болсын, шипасын берсін деңіз. Қай жолды таңдау әркімнің өз еркінде.